Қазақстанда балық өндірісін дамыту. Кішкентай балық алып, соны дәу қылып сатып жібереміз. Ақша деген бизнеске ол ауа сияқты. Балықтың түрлеріне дейін білмейтінмін мен бұған дейін. Сәтсіз банкрот болып қалу қаупі неден? Білімсіз жасалған нәрсе ол түбінде бәрібір банкрот болатынын түсіндік. Біздің Алла қаласа үлкен бір жобамыз бүгін мәреге шығайын деп отыр. Бизнеске баулу мектебі. Соның алғашқы қарлығашы осы Қазақстанда балық өндірісін дамыту. Қазақстандағы ең ірі балық өндіруші Мәрлен деген бауырымыз, менің шәкіртім, осыдан 5 жыл бұрын бизнес бастау мектебінде оқыған, өзінің мамандығы осы балық өндірісін оқыған, көп жыл тәжірибе жинаған, осыдан 5 жыл бұрын бастаған шағын ғана үйінің қасынан бір пруд қазып. Қазір міне мынау 250 тонналық өндіріс, 1500 тонналық тағы бір шаруашылығы бар, 50 тонналық тағы бір шаруашылығы бар. Содан кейін мен Марленге ұсыныс жасаған, осы жинаған тәжірибеңді енді халықпен бөліссең, қазір тұсаукесері болады. Ал бісміллә, мынау сәрсенбінің сәтті күні үлкен бір игілікті істі бастайық деп жатырмыз. Кез келген үлкен заводтар, фабрикалар кішкентай гараждан басталған. Осылай қазақтың даласында балық, өзен, көл көп, 47 мың өзен бар екен. Соның бәрінде балық өсіріп, елімізді балықпен қамтамасыз етіп, және де енді мұнайдың заманы бітті, шетелге шығаратын бізге өнім керек. Соны бастап жатқан Мәрлен бауырымыз бүгін Қазақстандағы ең ірі балық өндіруші, өзі маман, мұғалімдермен бірге мына балық мектебі деген мектеп ашылып жатыр. Балық өндіремін деп келген қазақстандықтар жиналды. Солар түске дейін оқиды, түстен кейін барып балықты қалай өсіру керек, қолмен өсіреді, қалай жемдеу керек, қалай емдеу керек, пұрытты қалай салу керек, сызбасын бәрін сызып көрсетеді. Осындай игілікті іс бүгін басталайын деп жатыр. Енді бақ берсін, бас берсін, өмір ұзақ жас берсін, кең пейіл берсін, кетпейтін дәулет берсін. Еліміздің, халқымыздың бәрі байда, бақуатты, баспаналы болсын. Мына балық мектебі дамып, бүкіл Қазақстанға балықпен қамтамасыз етіп, және де көрші алпауыт елдерге өнім сатып, солардың ақшасын Қазақстанға келіп, елімізді өркендетуге Алла нәсіп етсін. Бәріңіздің істеріңізге береке берсін. Келімді кетімді кішілер болса, бір сұрақта түсінбеушілік болса, айғайлап аттандамай, келіндер сөйлесеміз, шешіледі, потому что бірінші рет көріп жатыр. Істеп көріп жатыр. Ол дүние болсын деп істеп жатыр. Сендерге болсын деп істеп жатыр. Сондықтан қателіктер кетіп жатса, түсінушілікпен қарап, уақыттарыңызды құр жоғалтпай, бақыттарды зерттеп, көріп, мінердегі мамандармен таныстырып қойдым. Менің группаластарым бар, сіздермен ашық көңіл сұхбат өткізіңдер деп айтамын. Келіп сөйлеседі, айтады, түсіндіреді, бәрін тыңдап отырасыздар. Ең бастысы осы Марленнің немесін көресіңдер, шаруашылығын. Мынаны былай қарап шықтыңдар ғой. Мысалы, осыдан 5 жыл бұрын мынаның ештеңесі жоқ болатын. Ана жақта 50 тонналығы бар, қазір 1500 тонналық үлкен шаруашылық алды. 5 жыл бұрын кім жем сатып, қане жүрген, осы бизнес бастауға келіп оқыды. Мәрлен бір ай болады ол кезде, Саламанның курсы. Сол кезде ақылдасып Мәрленге мен бір айтқан, сату жағынан бастап, неге өзің өндіріспен бастамайсың. Одан кейін кетіп қалғаннан кейін артынан бір жылдан кейін, 1-2 жылдан кейін көрсек, жақсы балық немесі дамып жатыр. Содан кейін 3 жылдан кейін үлкен өндіріс болған кезде келіп, екеуміз көп әңгімелескеннен кейін дегенде абай айтады, өзің қара басын ғана жұмыс істесең, өзің үшін оттаған хайуан болғаныңды. Енді осы жинаған біліміңді, тәжірибеңді халықпен бөліссек. Өйткені мен 5 жыл бойы былай бәріміз сеземіз ғой, мұнайдың, шикізаттың бітетінін, Қазақстан ештеңе өндірмейтінін бәрі айтамыз да, бірақ ештеңе істемейміз. Сол сөзден ішке көсіп,
осы істеймін деген ниеті бар адамдарды жинап оқытайық деген ұсыныс болды. Мәрлен бірден қабылдады. Енді ең бастысы Мәрлен міне мынандай үлкен нәрсені өздігінен нөлден бастап осыны көтеріп жатса, ең сенім керек те адамға. Адам жасағанда адам жасайды. Енді адам өздігінен, мысалы ағылшын тілін өзім үйренемін десең, қанша уақыт керек? Өзіңе де үйренуге болады. YouTube'тан қарап, бірдеңеден қарап, болмаса күрескенді, боксты, хоккейді болсын, ал енді тренермен үйренсең, ол өте жылдам. Анан бір жылдық нәрсені бір айда үйреніп алуға болады деген. Бұны негізгі Ахмет Байтұрсын деген атамыз баулу оқыту деп айтып кеткен 100 жылдан астам бұрын. Соны айтады да, өлі оқу болады дейді, төте оқу болады, көрнек оқу болады, онан кейін баулу оқу дейді. Енді өлі оқу көп жағдайда айтады, о дүниенің оқытуларын оқытады да, мына дүниенің тірлігін оқытпайды деп. Ол Ахмет Байтұрсынның сөзі. Төте оқу деген кітап, қағаз беріп оқыту. Көрнек оқыту деген көрсетіп оқыту. Ал ең дұрысы баулу оқыту дейді. Ол мысалы мысық баласын үйреткенде тышқанды әкелгенде оны өлтіріп тастамайды, шалажан сарғып жібереді да, анау қуалап жүріп қалай өлтіруді үйренеді. Ең дұрысы баулып оқыту керек. Енді қазір заман тілімен айтқанда теориясын, содан кейін практикасын. Қазақстанда 7-ақ мың тонна көз алғы келсеңіз, 250 мың тонна. Бізде сондай потенциал. Өзен-көл деген жетеді. Сонан кейін енді 20 мың тоннаға жуық балық шетелден келеді. Ең бірінші шетелден келетін балықты тоқтатып, өзіміздің балықпен қамтамасыз ету. Екіншісі Ресейге, Қытайға шығару. Сондықтан біз бұны үлкен масштаб етеміз деген ойды ойлап жатырмыз бүкіл Қазақстанда. Сондықтан біз видеоға түсіріп, басқаға көрсетіп жатырмыз. Енді сендерге мынандай сұрақ. Кәсіп бастағанда, осы өздерінің кәсіптерінің бастағанда сәтсіз банкрот болып қалу қаупі неден болуы мүмкін? Қазір технологияны көріп жатсыңдар. Білімсіз деген, оны қандай білімсіз? Оған көздерің жетті да, технологияны білмесен, мен үнемі қарап ойлаймын да, мысалы, мен шайды жақсы көремін, шай жақсы көремін, қазақ жоқ қой, бірақ 10 үйге барып шай ішсең, 10 үйдің шайы әртүрлі. Келісесіздер ме? Қарапайым бауырсақ. Олай қарасаң, шай деген не енді? Заварканы аласың да, суға салып қайнатасың, соң кейін сүтін қатасың. Әркімдік әртүрлі. Соны шайды бықтырып, дұрыс қайнатудың өзінің технологиясы бар да. Енді бауырсақ деген, ұн, тұз, дрожжи, соны бауырсақ. Әркімнің бауырсағы әртүрлі. Біреудікі керемет дәмді болады, біреудікі анша емес. Марлен де феномені сода, бұлар сатудан бастады. Марлен маған келіп оқып, жемдеп жүрген кезде мен үнемі айтамын. Алдымен сат, қанша балық сата аласың мысалы. Тонна балық сата алсаң, тонна балық саған күнде мысалы айталық. Күніне 100 кг балық сата алсаң, айына 3 тонна балық, солай ғой да? Күніне 100 кг болса, онда сен 3 тонналық өндіріс жасауыңа болады. Сиыр болсын, қой болсын, балық болсын да, өсетін уақыты болады. 1 жыл, 2 жылда бүйтіп өседі. 2 жылға дейін өседі, 2 жылдан кейін өсу тоқтайды кішкене. Ақырын өсетін болады. Солай ғой. Мысалы, қойды 2 жылдан кейін, мысалы, 3 жыл баққанда, мына жердің бәрі просто шығын. Құр шығын. Құр шығын. Бұнда привес жоқ. Солай ғой. 2 жылда кез келген шошқаны болсын, 2 жылда сатып жерсең, мына жерді сатып жерсең, сен пайдаласың. Мына жерде пайда. Пайда құр шығын. Сондықтан мына форельдің жақсылығы 1 жылда сатып жеруге болады. Тоқтыны сөйтеміз ғой да, бағлан тіпті пайдалы да, 3-4 айда сатып жересің, пайда. Мынаны 1 жылда кішкентай кезінде прям қуырып сатуға болады, бірден пайдаласың. Соң 2 жылда 1 килограммға жетеді. Мына жерде 300-400 килограмм, 300-400 грамм да, мында 1 килограмм. Ал енді кімдер не істеген? Мына жерде құрғаны жемің, убыток, тек қана далаға шығын кетеді. Сондықтан мына жерде сендер өнген балығын сатылып отыру керек. Мына жерге келгенде түгел сатылып отыру керек мына жерде. Мынадан ары қарай кетсе, онда ол шығын деген сөз. Осыны сендер күндіз-түні ойлап барғаннан кейін неме істейсіңдер? Сатқан кезде тоңазытқышқа түсіп шыққан балықтың дәмі мүлде басқа. Ол енді өйткені анау 18 градус, -18-ге қатат мұз болып, оны еріткен кезде ананың ішіндегі бүкіл пайдалы витаминдердің бәрі сыртқа ағып кетеді, дәмі жоғалады, пайдасы да жоғалады.
Адамдар былай білет бәрін. Свежий, жаңадан ғана ұсталған, жаңа сойылған малдікі болсын, жаңа ұсталған балықтікі болсын, жеудің пайдалы екенін адамның өзі түп санамен подсознательно білет та, оны жеген кезде алдында дәмі қалады. Соны қайтадан айналып кеп тұратын болады. Сондықтан соны ойластыру керек. Соны балық ұстайтын маңайдағы адамдар бар ма? Соны тауып алып, соны суды ішіне салып алады да, кафе ресторанға апарып береді. Қысқасы, сендердің балықтарың өсіп шыққан кезде, сол кезде сендерде 100% гарантия сбыт болып тұрған. Сізге қанша қаражат керек жаңағыны түгел іске асыру үшін есептелген бе? Есептеудің жолын білесің бе? Шамалап білем, иә. Шамалап қана, да? Мөлшермен қанша керек деп ойлайсың? Қазір Айгерім жазып отыршы бір жерге. Атың кім? Мира. Қанша ақша керек деп ойлайсың? Қандай осынан түгел жолға қою үшін? Енді ол туғанға байланысты, если шағын туған болса, өзің ойыңда тұр ғой мысалы, да? Осында туған 3 миллион ақша. Қазір міне біздің қаржы директорымыз Айгерім түгел сендерге есептеп береді, көрсетеді. Шынайы 3 миллион бекен, мүмкін 10 миллион бекен, мүмкін 2 миллион бекен, оны қазір есеп көрсетеді. Сен қанша деп ойлайсың? Мен кішігірім үйге есік алып басымен 500-дей кетеді деп ойлаймын. 500 мың теңге кетеді деп ойлайсың, да? Сен 3 миллион кетсе, сен қиялмен қанша ақша табамын деп ойлайсың? Бір жылда, 2 жылдың ішінде содан? 5 миллион деп ойлаймын. Бір жылда 5 миллион теңге таза пайда табамын деп ойлайсың, да? Жоқ, таза пайда емес. Енді шығыным бар ғой 3 миллион. Сол қосылған. Бәрің не үшін келдіңдер? Пайда табу үшін келдіңдер, солай ма? Пайда табу үшін. Әшейін ғана еріккеннің ермегі, шым пысқаннан кейін балық өсірейін, бос жатанбай, ақшасы тұрып қалсын деп келген жоқсың. Таза пайдаға. Бір жылда 2 миллион теңге табасың. Бір жылда 2 миллион теңге пайда табасың. Енді негізгі балық 2 жылда өсіп кететін ұқтыңдар ғой, да? 2 жылда қанша пайда табасың? Жоқ, burada менің қарап отырғаным жарты жылдық пайда табатын варианты бар да, бізге түсіндірген оқу кезінде. Бір жылда 2 миллион теңге табасың, да? Мысалы, бір теплицадан біз 28 тонна аламыз деп отырмыз, да? 28, міне қараңыздар. Қайда? 28 тонна аламыз деп отырмыз. 28 тонна болса, пайдасы қанша болады? 2 миллион 933 мың теңге. Бұл қанша уақытқа? 8 айға, да? Помидордан. Енді қазір тұра тұр, 28 емес айталық. Урожай болмайтындай 20 тонна алатын болса, азайшы 20 тоннаға. Мынау факт деп есептейміз. Прогноз бойынша примерно айталық. 20 тонна болатын болса, прибыль қалай азаяды. Мынау 1 секунд есептеп береді да. Мысалы, средний чек біз айтамыз 300 теңгеден сатамыз деп отырмыз помидорды, да? Базарға тікелей сатамыз. Айтамыз 300 теңге емес, мысалы 200 теңгеден деп есептейік. 250 теңге болатын болса, убыток көп шығарады. Мына финансы модель деген осы. Жазып шыққан екен, жоқ, ең соңында мынада бар ғой, бір цифрды басып кеп қап, мысалы, балығым мынанша килограмм емес, мынанша килограмм болып қалса, пайда зияны қанша болады? Жемнің бағасы мынандай емес өсіп кеткенде қандай болады? Балықтың привес мынанша емес, мынанша болса қанша қалады дегенде, мынаны моментімен прибыліңді өзгертіп отырады. Мысалы, количество урожай теплицы, средний чек өзгертеміз, тағы не өзгертіп болады? Мына накладная расход. Мысалы, зарплата былай көбірек төлесе қалай болады дегенде, мынаны түгел жасап алғаннан кейін, жаңа бір цифрды басып кеп қалған кезде, кез келген өзгерткен кезде мына неме шығып отырады. Енді сендердің үнемі істейтін немелерің осы болуға тиіс. Үнемі осыны компьютер барғаннан кейін, компьютер бар ғой, компьютер бар шығар бәрінде. Excel'ді қойып, осымен үнемі осыны қарап отыру керек. Апта сайын қалай привес болып жатыр, жоқ ойбай, міне балықтың бағасы түсіп кетті, қанша прибыль алам, ақша жете ме, жетпей ме? Ақша деген бизнеске ол ауа сияқты. Ауа жетпегенде адам өледі да, мысалы кезінде. Сол сияқты ақша айналымға ақша жетпей қалса, қандай керемет бизнес болсын. Айталық жаңа помидорды өсіріп жатырсың да, оны суғаруға, дәрісіне, басқасына ақша керек. Помидорың керемет сұраныс бар, бірақ ақша жетпей қалса өліп қалады. Оборотта ақша жетіп келді өз. Жоқ, оборотта ақша болып тұрғансыз.
Мысалы помидор суарылмай қалса өліп қалады ғой. Балықты айтақ, сен балықты әкелдің де, мысалы бәленбай пұрт жасап тастадың, енді жемдейін десең ақша жоқ. Ана балығын көз 10 күн балықты жемдемес не болады? Өліп қалады. Ал ол деген жем емес, негізі оған жем бар ғой, оған ақша керек қой. Түсінікті ғой да, оборотта ақшаның жетуі үнемі керек. Ол үшін алдын ала есептеп алу керек. Асқар, менің есім Темірланнан боламын, Шымкенттен, Ордабасы ауданынан. Просто басында біздің барлығымыздың ойлайтынымыз 10 тонна балық шығарын, 10 тонна балығын 10 миллион теңге болады, солай ойлайтынымыз. Негізінде мысалы балықты фиш мектеп осы Марлен ағаны ашқалы осы оқыдық қазір. Қазір уже біз түсіндік. Қанша 6 күннің ішінде, 5-6 күннің ішінде уже балықтың соншалықты ол тонкостарын, одан кейін мысалы оның қалай укол салыну керек, қалай алыну керек, қалай ұрық шығады, одан қалай жем беріледі, қаншалықты жем алынады, қаншалықты барлығын уже тонкостар, температура қалай болу керек, кислородты қалай болу керек, судың pH қалай болу керек, оның бәрін уже тонкостарын бәрін білгеннен кейін уже көп нәрсені түсіндік та. Қарабайыр жабай жасауға болмайды екен түсіндік. Өзіңнің қара басыңмен жасаған ол ай мен жерде екен, ай мен көкте ол екеуі екі бөлек нәрсе екен. Сол нәрсені түсіндік. Оқусыз, білімсіз жасалған нәрсе ол түбінде бәрібір банкрот болатынын түсіндік. Бүгінгі сабақтан не түсіндіңдер? Бүгінгі сабақтан сіздің мынау финанс жағынан модельден көп нәрсені түсінгеніміз. Бұл жердегі расход, приход, доход, статистиканың көп нәрсесін түсіндік. Сенің бағанағы ойша есебің қанша еді? Ойша есебімен мысалы 3 миллион расход жасап, бір жылда 6 айдың ішінде мысалы 1,5 миллион доход табам деген ол қиял екен. Минусқа кіреді екен бұдан. Шынайы бәрі тиын түгел есептеген кезде, мына цифрдың бәрі аспаннан алынған емес, нақты цифрлар. Иә, нақты цифрлар. Нақты цифрлар, технологиясы бойынша, қанша жем жейді, қанша уақытта көтеріледі, оған қанша жұмыс күші керек, қанша электричество керек, қанша не керек, одан кейін оның ішінде жаңа бассейндер, одан кейін малектар, оған корм, оған жаңа берілетін кислород, соның бәрін есептегенде мен үшін минусқа кіреді екен. Соны түсіндім. Менің атым Абылай болады, Түркістан облысынан боламын. Астанада Сейфуллин атындағы аграрлық техника университетте оқимын. В общем, бірінші курс оқимын, геодезист мамандығында оқимын. Мен ойлағам негізінде, мен Астанадан келдім, балық шаруашылығына негізімен асырайын деген ой жоқ еді менде. Мен ауылға келдім, сөйтсем ағаларым жаңағыдай балық асырайын, сіздің видеоларыңыз көп, пруд салып тастапты жаңағыдай, ешқандай білімсіз пруд қазып сала салғандар. Енді оған қалай балық жібереміз деп. Енді мысалға соған мен жіберді да, соны үйреніп келді маған. Сол прудқа миллиондаған балық асырай алуды үйреніп келді деп жіберді. Марлен аға көп-көп рахмет осындай мектеп ашып жатқанына. Бүгін не көрдің? Бүгінгі сабақтан не түсіндің? Бүгінгі сабақтан түсін алдың ба есеп? Барлығын түсіндім десем де болады. Мысалы, біз бұрын тек қана доходты ойлағанбыз да, кіріс бар деп, ол шығысын қалай мысалға асырау. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңағы 100 сиыр алып оны арық қылып отыруды. Біз де ойлағанбыз, мысалға, ақшамыз жеткенше жаңағыдай кішкентай балық алып, соны дәу қылып сатып жібереміз деп. Онда мысалы сондай да. Қырсыры көп екен. Қырсыры көп екенін үйрендім. Мен өзім Түркістан облысынан боламын. Есім Нышан болады. Балық асырауға оқуға келдік. Көптеген тәжірибелерді көрдік. Жалпы осы күнге шейін бір суға тамсағанмен бірдей көппіз. Пара-пар да. Суға тамсағанмен. Көп нәрсеге көз жеткіздік. Аллаға шүкір, рахмет осы кісілерге. Әртөбе бәрін ел үшін істеп жатыр. Болашақ үшін алғысым шексіз. Бүгінгіден бір сабақ алдың ба? Көп сабақ алдым, көп мағлұмат алдық, керемет. Есепсіз ештеңке жасауға болмайды. Есепсіз ештеңке жасауға болмайды. Сонан кейін ана кез келген нәрсені өсірсең, технологиясын білмесең болмайды екен. Мен 200 мың теңге осы күнге үшін істедім, салдым да, тексеруге, көруге. Оның бәрі әшейін ауаға кеткен екен. 200 мың теңге ауаға судың ішіне мен істеп балық алып, істеп көрдім осы күнге дейін. Болмады, әшейін ауаға жұмсаған екен. Керемет не алдым енді. Басқа кәсіп жасайын деген адамдарға не дейсің? Қателік, біздің қателігімізді қайталамауыңызды сұраймыз. Осындай жақсы мамандармен ақылдасып істеген іс екен.
Мира. Мира. Бұл жаққа келген себебім біріншіден бұл сала менікі ма, менікі емес па біліп кеткім келді. Сосын екіншісі, егер де бұл сала менікі болса, басымды тауға, тасқа соқпай, төте жолды іздеп, сонымен қатар жаңағы білімді жабайы түрде емес, нақты білімді түрде жасайық деп сондай мақсатпен келдім. Бұрындары ойлап жүретін бір вечерняя школа сондай дегендер болмай ма екен деп ше, бірақ ондай жоқ екен. Қазір ондай білім беретін жерлер. Енді қуанып осындай мектеп ашылғандарына келіп отырмыз. Жақсы. Не алдың кетсің, қандай түсініктерің өзгерді? Балықтың түрлеріне дейін білмейтінмін. Мен бұған дейін судың да жаңағы құрамы туралы мәліметтер, оны өсіру қандай жағынан пайдалы, қандай жағынан пайдасыз екенін біліп кеттік. Региондарға бөлінетіндігін біліп кеттік, қандай жерде жақсы балық, жылы жақсы көретін, суық жақсы көретін, біздің жерге қандай балықтар лайықты өсіруге екенін біліп кеттік. Енді әлі білу үстіндеміз. Біз ең бірінші білім алуға күнінде бір планмен келіп едік, сол күні білім алып алдық та, келесі күні ұйықтап ойланып, уже планымыз өзгеріп кетті. Жаңағы кешегі күннің білімін пайдаланып жатырық қой. Мысалы 5 күн оқыдық па, 5 күн алмасты ғой планымыз. Өйткені білім жоғарылаған сайын біздің жаңағы жоспарымызды өзгеріп келе жатыр да, қай жағынан бізге пайдалы дер. Мен айтам ғой, келген кезде мынандай бір очкимен келген сияқтымда, ішік беті кір дым көрінбейтін. Қазір ол жайменде тазаланып жатыр, нақты картинаны біз көріп отырмыз. Ал бүгінгі күннен алған сабағым ол жаңағы бизнесте әрқашан есеп болу керек қой. Мысалы мына жерде расходтар, мысалы ең соңғы доход менде мысалы 10 миллион болу керек. Неге 10 миллион болмай тұр, 8 миллион болып тұр? Значит, бір жерде қате бар. Соны қадағалап отыруға ыңғайлы екен осы таблица. Сосын кейде расходтардың ішінде бір нәрсені ұмытып кетіп жатырасың. Мына жаңағы есеп бойынша уже ай сайын болу керек расходтарыңды көріп отыра аласың. Мәселе одан емес, ең алдымен мынадан пайда бола ма, зиян бола ма есепте 7 рет өлшеп, 1 рет кесіп. Пайда болатына 100% көзің жету керек біріншісі, екіншісі сатылатына көзің жету керек. Үшіншісі өсіре алатынға көзің жеткізу керек. Осы үш нәрсе, біріншісі технология. Соны үйренесіңдер. Өсіре алатынға, сенің суың келетініне, сол жердің жылылығын бәрін қамтамасыз ете алатыныңа көзің жету керек. Содан кейін соған қажет ақшаң бар жететініне көзің жеткізу керек. Содан кейін пайда бола ма, болмай ма, соған көзің жеткізу керек. Үшіншісі 100% сатыла ма, сатылмай ма көзің жеткізу керек. Вот сол кезде бастау керек та. Көбі осыған көзін жеткізбей бастап кетеді. Содан кейін 100 адамның 90% банкрот болады негізі бір кәсіп жасаған. Себебі тек қана осы. Ал егер 100% сатылатынына міне алатын адам дайын тұр, пайдасын түгел есептеуді тұр, тиынына дейін есептелді, өсіруге технологияны түгел меңгердің, сол кезде 100 адам басса 100 адам жетістікке жетеді негізі.